Сәлем қыздар, бүгін бізде варенье мен пирог. Рецепт өте жеңіл, міндетті түрде жасап көріңіздер, және өте дәмді шығады. Ол үшін бізге 2 жұмыртқаны жақсылап араластыру қажет. 1 стакан қант қосамыз, ол бізде 200 грамм. Жақсылап араластырамыз, және алдын ала ерітілген 100 грамм сары майды қосыңыз. 400 грамм ұн және қопсытпа, яғни разрыхли. Өте жұмсақ болып шықты, және ол қолға жабыспайды. Қамырды 30 минутқа тоңазытқышқа қойып қойсаңыз болады. Он 16 сантиметрлі формаға қамыр өте үлкен және көп, сол себептен оны 2 бөлікке бөліп, біреуін тоңазытқышқа қалдырып қойдым. Ал екінші бөлігіне формаға келтірдім, және жан-жағын көтеріп қойыңыз, себебі вареньені қойған кезде жан-жаққа ағып кетуі мүмкін. Және ұсақталған орех қоссаңыз, өте дәмді шығады. Пирог 200 градуста 25 минутта пісті. Міндетті түрде жасап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын.